Саламатсыздар, академиялық кескіндеме онлайн курсы. Онлайн курсын 3-ші модуль тақырыбын жалғастырамыз. 13-ші практикалық сабақтың тақырыбы самаурын ыдысы мен құс тұлыбынан құралған натюрморттан негізгі рендік қатынасын табу. Ол үшін алдымызға қойылған қойылымдағы ең қою мен ашық ренді ажыратып алуымыз керек. Жарық көлеңке заңдылықтарын ескеруіміз қажет. Түспен жұмыс жасағанда жылы және суық түстердің өзара байланысын ескеруіміз керек. Жарық түскен бөлігі жылы түстер болса, көлеңке бөлігінде суық түстер болады. Кейбір жағдайда реңдер ауысуы мүмкін. Бұл қойылымда зат пен түс драпировка әсерінен болуы мүмкін. Осы заңдылықты сақтағанда натюрморт сауатты орындалған болып есептеледі. Егер көркем бейнелеу заңдылықтары сақталмаса, зат көлемі мен құс тұлыбының пластикасы дұрыс шықпайды. Бірінші кезекте денелер мен фон және драпировка реңдерінің ара қатынасын анықтауымыз керек. Ең қою мен ең ашық реңді салыстыра отырып табамыз. Ол реңдерді палитрадан іздеп тауып, сол бөлігіне ғана жақсы түсіреміз. Қойылымдағы әр бөліктің өзіне тиесілі реңі болады. Ең қанық түс самаурын ыдысы мен күрең түсті драпировка, ал қалған ыдыс пен құс тұлыбы бейтарап реңде. Осы рең қатынасын есте ұстап отыру арқылы жұмыстағы түс реңін дұрыс қолданамыз. Заттың өз түсімен қатар фон мен басқа да түстер реңдердің шағылысуын ескеру керек. Яғни қойылымдағы барлық түс реңдерінің бір-бірімен гармониялық байланыста болуы керек. Осы реттілікті сақтап, натюрморттың негізгі реңдік қатынасын тауып жазу жалғастырамыз. Осымен 13-ші практикалық сабақ тапсырмасы аяқталды.